Дональд Трамп Украина президенті Владимир Зеленскийді диктатор деп атады. Оны сайлауды өткізуден бас тартты деп айыптап, Украинадағы сауалнамаларда Зеленскийдің рейтингі өте төмен екенін жеткізді. Әрі бейбітшілікке тезірек ұмтылу керектігіне кеңес берді. Әйтпесе елінен айырылып қалатынын ескертті. Ақ үй жетекшісі бұл мәлімдемесін Зеленскийдің ақш президенті Ресейдің жалған ақпаратының тұзағына түсті деген пікірінен соң жасады. Ал Трампқа жауап ретінде Украина сыртқы істер министрі Андрей Сибига ешкім жеңілуге мәжбүрлей алмайтынын қадап айтты. Біз өмір сүру құқығымызды қорғаймыз деп жазды бас дипломат X платформасында. Голос Америки басылымының мәліметінше, Зеленскийдің президенттік өкілеттік мерзімі 2024 жылы аяқталуы тиістін, бірақ Украина билігінің пікірінше Ресейдің 2022 жылға ақпан айындағы басқыншылығына байланысты енгізілген әскери жағдай президенттік және парламенттік сайлау өткізуге мүмкіндік бермейді.